Сәлеметсіздер ме? Филология факультеті Фи-19-3-5 группасының 1-ші курс студенті Мұсахан Ағырке Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған құттықтау челленджін жалғастыра отыра өз құттықтау сөзімді арнағым келеді. Биылғы Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы баршаңызға құтты болсын. Оның нақыл сөздері өте көп. Олардың бірі өз ісінің білгірі һәм шебері атану үшін жақсы жұмыс істеп, жетік білуге ұмтылу керек. Қандай іс-әрекет жасасаңыз да, қандай іс-істер болсаңыз да, игілігін көріп, рахатына бөленуді мақсат тұтқан жөн. Ғалымдардың місе тұтатындай тағы да бір сөзін айтқан. Ұстаздық мінез құлық нормасы мынадай болуы тиіс. Ол тым қатал емес, тым жұмсақ емес. Тым қатал болса, шәкірттің өзіне қарсы қояды, ал тым жұмсақ болса, өзінің қадірін өзі кетіреді. Берген білімі мен ғылымына шәкірті селқос қарайтындай болады делінген. Әбу Насыр әл-Фараби өз заманында дарынды ақын болған. Халықтың аузында сақталған мына өлеңінде ол өмір жолы туралы. Кешір мені туған жер, сені артқа тастадым. Кешір мені туған ел, жолды алысқа бастадым. Кешір мені ұлыс ұрпағым, бақ байлық даңқ таппадым. Кешір мені ар ұжданым, білім болды, баққаным деп тебіренеді. Өз ісінің білгірі һәм шебері атану үшін жақсы жұмыс істеп, жетік білуге ұмтылу керек. Қандай әрекет жасап, қандай іс-істер болсаңыз да, игілігін көріп, рахатына бөленуді мақсат тұтқан жөн. Адамға тән бір жақсы қасиет өзінің қоршаған әлемінің әсемдік сырларына үңілу, содан рухани нәр алу, өзінің нәзік сезімін образдар арқылы паш ету. Жалпы әл-Фараби әлемге әйгілі ойшыл, физик, социолог, математик, логика және музыка зерттеушісі. Ғылыми дәрежесі әлемнің екінші ұстазы. Атақты шәкірттерінің бірі Ибн Сина. Ғылыми жетекшісі Платон және Аристотель. Жалпы әл-Фараби болмағанда қазір біз білімді жастар болмаушы едік. Барлықтарыңызды осы тарихи мейраммен құттықтаймын.